Хызыр менен сырласқан, Ильяс менен сыйласқан, хақ қасында нұрдашқан шайхым Ахмет Яссауи деп, қасында біраз жүріп, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың рухани халіне куә болған Сүлеймен Бақырғани атамыз Қожа Ахмет Яссауи бабамызды осылай хикметіне жырына қосқан. Міне сол Сүлеймен Бақырғани атамыз бала кезінде мектепке барғанында басқа балдар сияқты Құран кітабының мойнына аспай, міне кітапты бұлай алақанына ұстап, құрметтеп көтеріп баратын болған. Сосын мектептен шыққанында жүзін мектепке қаратып, арқасын үйге қаратып, үйіне жеткенінше жүзін мектептен бұрмай үйіне қайтатын болған. Соны бір күні Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сол әрекетін мешіттің табалдырығында отырғанда көріп қояды. Сөйтіп балаға әбден риза болып, артынан еріп барып, әкесі мен шешесінен Сүлеймен Бақырғани атамызды сұрап алып, өзіне шәкірт қылады. Күндердің күнінде 15 жасына Сүлеймен Бақырғани атамыз 15 жасына келгенінде Хызыр алейхиссалам Қожа Ахмет Яссауи бабамызға қонаққа келеді. Сол тамақ пісіру үшін балдарын, шәкірттерін отынға жұмсайды. Міне сол уақыттары қатты жаңбыр жауып кетіп, балдардың бәрі су отына келеді. Сонда Сүлеймен Бақырғани атамыздың әкелген отын құрғақ болып шығады. Сонда Хызыр алейхиссалам әбден риза болып, «Ей бала, мынаның сыры неге құрғақтай әкелдің отынды» дегенде, жаңағы барғанда отын жанбай қалады ғой деп, үстімдегі киіммен орап әкелдім дейді, отынды дейді. Содан сол сырды айтқаннан кейін Хызыр алейхиссалам риза болып, балам аузыңды аш деп, Сүлеймен Бақырғани атамыз аузын ашқанында аузына түкіреді. Содан Сүлеймен Бақырғани атамыздың ішін нұрға толады. Сосын Хызыр алейхиссалам енді балам рухани нәріңді шығар дейді. Міне сол кезден бастап Сүлеймен Бақырғани атамыз да хикметтер айта бастайды. Батыс шығыс жақтарда одан мәшһүр ат бар ма, құлдық қылған саттарға шайхым Ахмет Яссауи деп, сөйтіп Яссауи бабамызды өзінің хикметтеріне қосқан.